Үшінші сынып әдебиеттік оқу. Сабақтың тақырыбы ат, ер қанаты. Атқа міндім, Қастек Баянбай. Бұл сабақта мен оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыруда, жаңа сабақты меңгертуде, жаңа сабақты бекітуде, кері байланыс кезінде оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолдану арқылы мақсатқа қол жеткізуге болатындығын көрсеткім келді. Батырдың серігі астындағы аты Байшұбардың атымен аталады. Біздің топтың аты Қобыланды Батырдың серігі Тайбұрылдың атымен аталады. Біздің топтың аты Ақан серінің серігі Құлагер тобы деп аталады. Атқа міндім. Шу жануар, бұл менің алғаш атқа мінгенім. Желдірмек боп атымды, қысып қалдым тақымды. Атым желіп жөнелді, қайтсем екен мен енді. Батылдық жоқ жанағы, зәрем ұшып барады. Стоп кадр. Қыза түсті құрғырақ, құлақ кетті шыңылдап. Ат жалыны жабысып, қолым қалды қарысып. Тізгін жоқ оң қолда. Тізгін жоқ сол қолдағы, қамшым жоқ оң қолдағы. Құламасам болғаны, жыламасам болғаны, дүңкілдетіп даланы. Атым шауып барады, күшімді сап ақырғы, қыса түстім тақымды. Стоп кадр. Жер шетіне жеттім бе? Мен ештеңе білмеймін. Жоқ, енді атқа мінбеймін. Ақыры атым тоқтады, қарсыдан жел соқпады. Қорқынышым басылды, біткен құлақ ашылды. Сол манағы қалпымда, киіз үй тұр артымда. Атам да тұр орнында, құстай ұшқан сияқты ем. Ұзамаппын бірақ мен, қорққанымды жанағы жұрт білмесе жарады. Постер қорғаймыз. Бірінші топ, сендер жылқыға қатысты ұлттық ойындарды атайсыңдар, дайындала беріңдер. Екінші топ, жылқы малының пайдасы. Үшінші топ, жылқы малын жасына қарай қалай атайды. Ал бірінші топ дайынбыз ба? Келе қойыңдар. Жылқыға қатысты ұлттық ойындар. Қыз қуу көкпар, садаға ту, теңге алу, жарыс, аударыспақ. Жылқы малының пайдасы. Мінсең көлік, ішсең сүт, еті пайдалы, қымызы пайдалы, шұбаты пайдалы, қымызы пайдалы, көлік етінде пайдаланады. Жылқы малының жасына қарай атайды. Құлан, жабағы, тай, зәресі ұшып барады. Шу жануар, бұл менің алғаш атқа мінгенім. Желдірмек боп атымды, қысып қалдым тақымды. Атым желіп жөнелді, қайтсем екен мен енді. Батылдық жоқ жанағы, зәрем ұшып барады. Баланың неге зәресі ұшып барады. Біз себебі ат желіп жөнелді деп шештік. Эпизодты оқы, қай мақал мәтел сай келеді. Шу жануар, бұл менің алғаш атқа мінгенім. Желдірмек боп атымды, қысып қалдым тақымды. Атым желіп жөнелді, қайтсем екен мен енді. Батылдық жоқ, жанағы зәрем ұшып барады. Біз өз тобымызбен жақсы аттың қадірімен мінгенде білінер деген мақал мәтелді таңдадық. Эпизодты оқы, баланың бойынан қандай сезім көрінеді? Тізгін жоқ сол қолдағы, қамшым жоқ оң қолдағы. Құламасам болғаным, жыламасам болғаны. Бүлілдедім даланы, атым шауып барады. Күшімді сап ақырғы, қыса түстім тақымды. Баланың бойынан қандай сезім
көрінеді. Біздің ел ертеден ақ жылқы баққан, қолға үйретіп басына тізгін таққан, жүйріктерін ішінен таңдап мініп, сын сағатта жігіттер жауға барған. Өлеңді толықтыр. Біздің ел ертеден ақ тұлпар баққан, қолға үйретіп басына ноқта таққан, жүйріктерін шетінен таңдап мініп, сын сағатта жігіттер жауға шапқан. Өлеңді толықтыр. Біздің ел ертеден ақ жылқы баққан, қолға үйретіп басына жүген таққан, жүйріктерін батырлар таңдап мініп, сын сағатта жігіттер жауға шапқан. Балалар, қазір сендермен мына суреттерді бояу арқылы кері байланыс жасаймыз. Biz sabahta түсіндік. Мынау біздің бай шұбарымыз. Жақсы. Біз жылқының үстінде шауып баратырмыз. Жақсы. Демек сабақты жақсы, бүгінгі сабақты меңгердік деген сөз ғой. Жақсы. Кәні екінші топ әлі жақсы болмапты, келесі. Аха. Бұл жерге құлагермен шауып келеді. Құлагермен шауып келесің ба? Жақсы, Әмірхан. Кәні барымыз атқа шап, ат жетектеп жүрген бала бар ма ішінде? Топтарыңда ат жетектеген бала бар ма? Демек, сабақты жақсы меңгердік деген сөз. Екінші топ. Біз өзіміздің тайбұрылмен шауып бара жатырмыз. Тайбұрылыңмен жақсы. Кәні ат жетектеген бала бар ма іштеріңде? Ат жетектеген бала. Жақсы, бәріміз шауып келе жатсақ, демек сабақты жақсы меңгердік па? Жақсы, өте жақсы балалар.